Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге заңгер Тоғжан. Ескертусіз оқ ату баяндамасын оқуды жалғастырамыз. Ескертусіз қасақана оқ ату туралы бұйрық. Өмір сүру құқығын сақтау. Өмір сүру құқығын сақтау терроризмге қарсы кез келген стратегияда, әсіресе террористік актілердің нысаны болып табылатын бейбіт тұрғындардың өмірін қорғауда басты орын алады. Өмір сүру құқығы негізгі құқық болып саналады. Өйткені басқа құқықтар өмір сүру құқығына толық және тиімді кепілдіксіз, мағынасыз болады. Және төтенше жағдай кезінде де бұл құқықтан бас тартуға тыйым салынады. Өмір сүру құқығы адамның ең маңызды және негізгі құқығы. Бұл адамның барлық құқықтары туындайтын негіз болып табылады. Егер ол бұзылса, оның салдары қайтарымсыз. Сондықтан мемлекет аумағында және оның юрисдикциясы шегінде адамдардың өмір сүру құқығын қорғау міндеті мемлекетке жүктеледі. Бірақ мұндай міндет құқықтың үстемдігі шеңберінде орындалуы керек. Бұл мемлекеттердің құқықтық тәртіп, қылмыстық сот төрелігі немесе тіпті қарулы қақтығыстар үшін тиімді тетіктерді жүзеге асырудағы қиындықтарын ескере отырып, сонымен бірге терроризмге қарсы стратегияларға қайшы келетін жолмен өмір сүру құқығын қорғау қажеттілігін қанағаттандыру үшін өте маңызды. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіде 6 бапқа сәйкес өмір сүру құқығы туралы негізгі ереже бар. Онда өмір сүру құқығы әрбір адамның ажырамас құқығы болып табылады. Бұл құқық заңмен қорғалады. Ешкімнің де өмірі еріксіз қиылуға тиіс емес. Халықаралық пактың 2 бабына сәйкес қарулы қақтығыс немесе төтенше жағдай кезінде де қандай да бір жалтаруға жол берілмейді. Сонымен қатар 6 бапта ажырамас сөзі қолданылады және одан әрі еріксіз өмірін қиюға нақты тыйым салынады. Сондықтан мемлекеттер адамдарды қылмыскерлердің немесе ұйымдасқан қылмыстық топтардың, соның ішінде қарулы немесе террористік топтардың өлтіруінен қорғау үшін тиісті алдын ала шараларын қабылдауға міндетті. Халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі шарттарын қарастырған кезде адам құқықтарын, атап айтқанда өмір сүру құқығын қорғау айқын болады. 1949 жылғы халықаралық қарулы қақтығыс туралы Женева конвенцияларының 3 бабы ешқандай қолайсыз айырмашылықтарсыз соғыс қимылдарда белсенді қатыспайтын барлық адамдарға қатысты зорлық-зомбылыққа тыйым салады. Халықаралық емес қарулы қақтығыстарға қатысты 2 қосымша хаттама өмір сүру құқығын және оның юрисдикциясы шегінде мемлекет пен жеке адамдар арасындағы қатынастарды қорғайды. Негізгі халықаралық құқықтық құралдар өмір сүру құқығын қорғауға бағытталған және әр адамның өмір сүруге, бостандыққа және жеке басына қол сұғылмаушылыққа құқылы екенін көрсетеді. Халықаралық құқыққа берілген сілтемелер өте маңызды. Өйткені қаңтар 2022 барысында өмір сүру құқығы барлық қаза тапқандардың басты бұзылған құқығына айналды. Құжаттау барысында қалалар бойынша қаза тапқандар анықталды. 5 қаңтар қаза тапқандар саны 80 адам. Оның ішінде Алматы 48, Талдықорған 1, Шымкент 9, Атырау 1, Өскемен 3, Қызылорда 18. 6 қаңтар қаза тапқандар саны 72 адам. Алматы 55, Талдықорған 1, Тараз 2, Шымкент 10, Қызылорда 4. 7 қаңтар қаза тапқандар саны 65 адам. Оның ішінде Алматыда 34, Ақтөбе 2, Талдықорған 4, Тараз 13, Шымкент 10, Қызылордада 2 адам. Сондай-ақ қайтыс болған 6 шетелдік Өзбекстан, Қырғызстан, Израиль және Ресей азаматтары құжатталған. Қаза тапқандардың 98% қазақтар. Еріксіз өмірден айыруға тыйым салуға және белгілі бір өмірден айырудың негізсіз
немесе заңсыз екенін анықтауға қатысты негізгі принциптер келесілерден тұрады. Өмір сүру құқығын қорғау үшін ішкі құқықта жеткілікті құқықтық базаның болмауы, өзін-өзі қорғауды және басқаларды зорлық-зомбылықтан қорғауды қоса алғанда заңды мақсаттың болмауы, өлімге әкелетін күш қолданудың абсолютті қажеттігінің болмауы, заңды мақсаттан асып түсетін, ол үшін қолданылатын күшті қолдану, сондай-ақ адамның өліміне әкелген жағдайларды тиімді тергеудің болмауы. Төменде халықаралық құқықтың осы ережелері Қазақстандағы 2022 жылғы қаңтардағы оқиғалар контекстінде қаралады. Адам өлімі қарулы қақтығыстың ажырамас аспектісі екені түсінікті. Бірақ өлім күшін қолдану туралы шешім қабылдау үшін қатаң критерийлер сақталуы керек еді. Біріншіден, Қазақстандағы зорлық-зомбылық деңгейі қарулы қақтығыс жағдайы ретінде немесе террорға қарсы жаһандық соғыс анықтамасына сәйкес сараланбайды. Қазақстандағы жағдай мемлекетаралық қарулы қақтығыс емес. Қаңтар оқиғасының тарапы белгілі бір дәрежеде ұйымдастырылған және командалық құрылымы бар топтар болды. Шамасы арнайы қызметтерге қоса өрілген және ресми ақпарат бойынша билікті басып алу мақсатын қойған Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары басшылығы болды. Бұл қақтығыста қаруды қолдану кезінде бейбіт және бейбіт емес азаматтар арасындағы айырмашылықты анықтау қағидаты сақталған жоқ. Билік қақтығысқа қатысушыларды ажыратуға немесе анықтауға дер кезінде ешқандай әрекет жасаған жоқ. Нәтижесінде бейбіт азаматтардың жаппай қырылуы қаңтар 2022 кезінде өмірден айырылу жағдайларының басым көпшілігі негізсіз және заңсыз болды деп айтуға мүмкіндік береді. Айдос Мелдехан, 44 жаста, қаза тапқан 4 жасар Айкөркем Мелдеханның әкесі, Алматы қаласы. 7 қаңтарда сағат 19-да ұлы Бауыржан, 18 жаста, қызы Жанель, 15 жаста, ұлы Бекислам, 7 жаста және кенжесі Айкөркем, 4 жаста дүкенге нан, сүт, памперс алуға шығып, Ақан Сері, Сейфуллин, Сәтпаев көшелерімен жүрді. Қалалық әкімдікке жақындаған кезде Сәтпаев, Желтоқсан көшелердің қиылысында біреу оқ жаудырды. Әкімдік маңындағы жерасты орталығынан жарқын жарқылдар ғана көрінді. Содан кейін гүріл естілді. Көлікке бірдеңе түсті. Жүргізуші ұлым бұрылып, арқа кетуге тырысқанда көлікке оқ жаудырылады. Көлікте 20-дан астам оқ тесіктері бар. Оқ Айкөркемнің басына тиді. Қызым сол жерде қайтыс болды. Оның әпкесі Жанел жарақат алды. Ағалары оны 4 оқ жарақатымен ауруханаға апарды. Біз өзіміз көліктен оқ таптық. Қызымыздың денесінен алынған оқтар бар. Баллистикалық сараптама жасалды. Оқтарды тек әскерилер пайдаланды деп айтты. Бірақ олар кімнің оқ атқандарын дәлелдей алмайтынымызды атап өтті. Себебі ескертусіз қасақана оқ ату деген бұйрық болды. Сондықтан ешкім сотталмайды. Керімбаева Гаухар, 40 жаста, қаза тапқан 12 жасар Қылычбек Сұлтанның анасы, Алматы қаласы. 5 қаңтар күні кешке сағат 20:30-да ұлым Сұлтанмен бірге үйден шығып, жатақханадағы дүкенге кірдік. Біз дүкенде күтіп тұрдық. Осы кезде тарсыл басталды. Аудандық ішкі істер департаменті ғимаратының артында Сайран көлі бар. Сол кездері 5 қаңтарда жаңа жыл күндері болғандықтан, күн сайын кешке от шашулар болатын. Қайтып бара жатқанда, ұлым бұл от шашуларды телефонына түсіріп келе жатты. Бір кезде тарсыл болды. Мен аудандық ішкі істер департаментінің төбесіне қарағанда, олар сол жерде оқ жаудырып жатты. Содан кейін біз бұл шынайы атыстар екенін түсіндік. Мен Сұлтанға бұрылып, жүр, үйге кеттік деп айтқанымда, ол ұялы телефонын алып, тарсылды от шашулар деп ойлап, камераға түсіріп жатқанын байқадым. Ол бейне камераға түсіруді аяқтап, бұрылып, жүгірмекші болды. Бірақ сол кезде құлап түсті.
Мен алдымен ол сүрініп қалды деп ойладым. Содан соң басынан қан аққанын көрдім. Содан кейін ол орнынан тұрмады. Бұл ауданда митингілер болған жоқ, бәрі тыныш болды. Мен президент пен қала әкімі Сағынтаевтың атына өтініш арқылы неге оқ атқандарын сұрап жаздым. Өйткені ол кезде атуға бұйрық болған жоқ еді ғой. Тағы бір маңызды мәселе, Қазақстан билігі өз әрекеттерін қажетті қорғаныспен ақтай отырып, адам өмірін еріксіз қиюды жүзеге асырды. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 23 ақпан 2022 жылғы нөмірі 305 жауабы. 2022 жылы 5-19 қаңтар аралығында Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдай режимі қолданылды. Бұл ретте міндетіне құқықтық тәртіп, оның ішінде елді мекендерде патрульдеуді қамтамасыз ету кіретін ішкі істер органдары қызметкерлерінің және ұлттық ұлан әскери қызметкерлерінің қорғауды қолдануына қатысты мәселелер Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құзыретіне жатады. Осыған байланысты патрульдеу ережелері мен қаруды қолдану тәртібі туралы неғұрлым толық ақпарат алу үшін Ішкі істер министрлігіне жүгіну ұсынылады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 21 ақпан 2022 жылғы нөмірі 1629 жауабы. Қазақстандағы қаңтар айындағы оқиғалар кейіннен жаппай тәртіпсіздіктерге, соның ішінде әкімшілік ғимараттарды өртеуге, құқық қорғау және арнаулы органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне шабуыл жасауға, тонауға, кісі өлтіруге, тонау мен қарақшылыққа ұласқан заңсыз митингілерден, наразылықтардан басталды. Осыған байланысты қарулы шабуылдарға тойтарыс беру, қаруды тартып алуға жол бермеу, азаматтардың қылмыстық қол сұғушылықтан қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлері, Қорғаныс министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери қызметшілері заңнама нормалары негізінде қылмыскерлерге қатысты қару қолданды. Президент Тоқаев нақты дәлелдермен расталмаған күдік негізінде адам өмірін еріксіз қиюды ақтауға дайын екенін көрсетті. Ол берген бұйрық қарулы адамдардың мемлекеттік органдар мен полиция бөлімшелеріне жасаған шабуылдарымен байланысты болса да, жазықсыз бейбіт тұрғындардың өліміне әкелді. Әсіресе олардың тарапынан ешқандай қауіп төнбесе де, және олар ешкімге шабуыл жасамаса да қайтыс болды. Күш құрылымдарының мақсатты түрде адам өмірінің қиюы халықаралық гуманитарлық заңмен тыйым салынған алдын алу және жазалау шарасы ретінде жасалды. Егер әскери қызметшілердің өздеріне тікелей қауіп төндіретіні немесе жақын маңдағы адамдарды қорғайтыны туралы нақты және сенімді дәлелдер болмаса, мұндай шараларға тіпті қарулы қақтығыс жағдайында да жол берілмейді. Мақсатты түрде адам өмірін қиюды ақтайтын абстрактілі емес, жақын арада болатын, тәуекел, айқын және негізделген болу керек. Қаңтар 2022 кезінде негізсіз адам өмірін қию тек күш құрылымдарының президенттің қасақана оқ ату туралы бұйрығы, елде төтенше жағдай режимі және коменданттық сағат енгізілгендігі негізінде жүзеге асырылды. Беткенбаев Дәурен, 31 жаста, қаза тапқан зейнеткерлер Құлсұлтанова Гүлзифа мен Беткенбаев Қуаттың ұлы, Алматы қаласы. 7 қаңтарда ол отбасымен және ата-анасымен бірге отбасылық түскі ас ұйымдастырды. Сол күні магнумдар жұмыс істеп жатты, ал балалар көшеде ойнады. Түстен кейін ата-анасы үйлеріне қайтуға шешім қабылдады. Сағат 21 шамасында ұлы ата-анасына үйге қалай жеткенін білу үшін қоңырау шала бастады. Бірақ олар жауап бермеді. Кеш болғандықтан және көп ұзамай коменданттық сағаттың уақыты жақындағандықтан ол 8 қаңтарда таңғы 8-де ата-анасының үйіне барды. Бірақ үйде ешкім болмады. Ол ата-анасын іздей бастады. 3 күн қалалық ауруханалар мен мәйітханалардан іздеді, бірақ
таппады. 3 күннен кейін Сәтпаев Фурманов көшелерінде зейнеткерлермен бірге көлік өртеніп кеткенін білдік. Біз сонда бардық. Онда көлік болған жоқ. Полицейлердің айтуынша денелер өртеніп кеткен. Тек күйдірілген денелер мен денелердің қалдықтары, анасының тістері, әкесінің бас сүйегінің қалдықтары, өртенген телефон, үй кілттері табылған. Бұл біздің ата-анамыз екені түсінікті болды. Өрттен кейін қалған дене сүйектерінің бөлігін 1 айдан кейін алдық. Бірінші рет өзіміз әпкем мен ағаммен бірге жерледік. Екінші рет сүйектерінің бір бөлігі тексергеннен кейін тағы жерледік. Тергеуші істің жабылғанын және құпияланғанын хабарлады. Әлемдік тәжірибеде мемлекет басшысы наразылық білдірушілерді тарату үшін өз азаматтарына қарсы зорлық-зомбылық қолдануға шақырған жағдайлар болды. Мысалы, президент Башар Асад өзінің әскери күштерін шерушілерге қатысты қасақана оқ атуға шақырған кезі 2021 жылы болған Сириядағы көтеріліс. Бұл елде жаппай зомбылық пен азаматтық соғысқа әкелді. Қазақстанда құқық қорғау қызметі туралы заңның 59 бабына сәйкес атыс қаруы және өзге де қару, арнаулы құралдар және дене күші қоғамға қауіпті әрекеттерді тоқтату, құқық бұзушылықтардың сипаты мен нақты ахуалдарды ескере отырып, оларды жасаған адамдарды ұстау және құқық қорғау органдарына жеткізу мақсатында қолданылады. Ал заңның 61 бабына сәйкес атыс қаруын және өзге де қаруды қолдану қажетті қорғаныс кезінде және аса қажет болған жағдайларда, сондай-ақ қылмыстық қол сұғушылықтардан қорғау, қоғамдық тәртіпті қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі қызметтік немесе қоғамдық борышын атқарып жүрген қызметкерлер мен адамдарға жасалған шабуылға тойтарыс беру кезінде және тағы басқа кезде ғана мүмкін болады. Қаңтар 2022 қаңтар оқиғалары Қазақстан тарихындағы ең ірі және зорлық-зомбылық наразылықтарының бірі болды. Олар азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, сыбайлас жемқорлық және әлеуметтік әділеттілік туралы маңызды мәселелерді көтерді. Наразылық білдірушілердің көпшілігі бейбіт мінез-құлық танытты. Бірақ оларға қосылып кеткен рациялары бар ұйымдасқан топтар зорлық-зомбылық жасай бастады. 2022 жылдың 5 қаңтарында президент Тоқаев наразылық білдірушілерді террористер деп атады және оларды тарату үшін әскер жіберді. 10 мыңнан астам шерушілер ұсталды. Президент Тоқаев 7 қаңтарда теледидар арқылы бұйрық жариялады. Онда ол құқық қорғау органдары мен армияға ескертусіз қасақана оқ атуға бұйрық бергенін, бұл қаруды өздігінен қолданудың алғышарттарын жасағанын және адам өмірін еріксіз және заңсыз қиюға әкелгенін мәлімдеді. Әскери қызметкерлер президенттің бұйрығына дейін өлімге әкелетін қаруды қолдана бастады деген пікір қалыптасуы мүмкін. Алайда, президент Тоқаев Хабар 24 телеарнасына берген сұхбатында көпшілік алдында мәлімдеме жасағанға дейін біз қарулы бандиттерге оқ жаудыруымыз керек. Мен жауапкершілікті өз мойныма алдым. Өйткені дәл осындай жағдайларда мемлекет басшысы жауапкершілікті өз мойнына алуы керек деген шешім қабылдағанын айтты. Және осы сәтте мен үшін мемлекет мүддесі мен азаматтарымыздың қауіпсіздік мүдделері бәрінен де жоғары деп мәлімдеді. 16 қараша 2022 жыл Алматы гарнизонының әскери соты қатардағы жауынгер Злоняев Маркқа үкімді жария ету. 18404 әскери бөлімшесі. Алматы қаласында қойшы Ерназар Қырықбаевтың қаза тапқаны үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 451 бабы бойынша қауіпсіздіктің орта деңгейіндегі мекемесінде 6 жыл бас бостандығынан айырды. Сотталушы Злоняев Марк үкім жариялағаннан кейін ең алдымен жәбірленушіге көңіл айтқым келеді. Мен өлтіргім келмеді. Біреуді арнайы өлтіру, отбасын асыраушысынан айыру ниетім болған жоқ. Мен жай ғана қызметте болдым және тапсырманы орындадым. Мен жай ғана бұйрықты орындадым.
Болғаны осы, және басқа айтарым жоқ, деді сот стенограммасынан. 17 наурыз 2023 жыл. Алматы гарнизонының әскери соты. Талдықорған қаласында Сейітқұловтар отбасынан 2 адамның қаза болу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 451 бабы бойынша айыпталушы қатардағы жауынгер Данияр Егінбаевқа қатысты сот тыңдаулары. 18-404 әскери бөлімшесі. Жәбірленушілердің өкілі Дәулетияроваға: сіз бір ғана Егінбаевты соттау керек деп санайсыз ба, деп сұрады. Куәгер қатардағы жауынгер Самарский: ешкім сотталмауы керек, барлығы президенттің жоғары бұйрығын орындады, деді сот стенограммасынан. Бір жылдан кейін 2023 жылы 5 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің отырысында Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асылов қауіпсіздік күштері жауынгерлік қаруды алғаш рет 2022 жылғы 5 қаңтарда сағат 16:00-де президент резиденциясын қорғау кезінде қолданды. Бұдан әрі қаруды қауіпсіздік күштері полиция ғимараттарына, әкімдіктерге, басқа объектілерге, яғни тәртіпсіздіктер зорлық-зомбылық кезегіне өткен кезде шабуылдарды тойтару кезінде қолданды. Содан кейін қалаларды қарулы жауынгерлерден тазарту кезінде қолданды. Яғни шабуылдаушыларға оқ ел президентінің белгілі сөзінен әлде қайда бұрын атылды, деп мәлімдеді. Оның айтуынша, іс жүзінде қауіпсіздік күштеріне қылмыскерлерге ескертусіз оқ ату үшін арнайы команда қажет емес. Құқық қорғау қызметі туралы, ұлттық ұлан туралы, лаңкестікке қарсы іс-қимыл туралы заңдардың тікелей нормалары бар. Олар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген кезде шабуылды тойтару үшін жауынгерлік қаруды қолдануға мүмкіндік береді. Дәл осындай қауіпті жағдай күндіз 5 қаңтарда қалыптасып, жағдай оқшауланғанға дейін 8 қаңтарға дейін сақталды. Құжаттама нәтижелерінен қаруды әскери және полицейлердің 2022 жылдың 5-7 қаңтарында қолдануы бейтарап және заңсыз болғандығын ескеру керек. Бейбіт наразылық білдірушілерге де, бүлікшілерге де, кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар мен тонаушыларға да резеңке оқтар, гранаталар, көзден жас ағызатын газ және атыс қаруы қолданылды. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары туралы заңының 62 бабының 6 тармағына сәйкес қызметкерлердің атыс қаруын және өзге де қаруды, арнайы құралдарды, дене күшін, өз өкілеттіктерін асыра пайдалана отырып қолдануы заңда белгіленген жауаптылыққа әкеліп соғады. Осыған байланысты, егер құқық қорғау органдары мен әскерилер тарапынан президент Тоқаевтың ескертусіз қасақана оқ ату бұйрығын орындау контекстінде қару қолдануға байланысты теріс пайдаланулар немесе өкілеттіктер асып кетсе, олар заң бойынша азаматтарының өмірін еріксіз қиғаны үшін жауап беруі тиіс. Алайда бұлай болмай жатыр. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының 2023 жылғы 5 қаңтардағы ақпаратынан 213 азаматтық адамның қаза болу фактісі бойынша 180 материал бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылды. 19-ы үзілді. 8-і адам анықталмағандықтан, 11-і тағайындалған сараптамаларға байланысты. 12 іс өндірісте және 2 іс сотқа жолданды. Сонымен қатар, азаптаудан 6 адамның қайтыс болуына байланысты істер сотқа берілді. Қарапайым қисынға сүйенсек, Қазақстан билігі мен президент Тоқаевтың өзі президенттің бұйрығын өз бетінше немесе әдейі түсіндіріп, өкілеттіктерін асыра пайдаланып, бейбіт азаматтардың өліміне әкеп соқтырған өлім қаруын қолданғандардың барлығының ақиқаты мен жазасын анықтауға мүдделі болуы тиіс. Жиналған құжаттар атыс қаруы Калашников автоматтарының иір ойықты оқпаны калибрі 5-45 мм, АКСУ-74 атты моделі,
ПП-90 М1 моделінің ойық оқпаны бар тапанша пулеметтері калибрі 9 мм, Калашников пулеметтері калибрі 7,62 мм, Макаров тапаншалары, Глок тапаншалары және түрлі типтегі кондор жарық шу гранаталары, Hand Grenade CSSC-01-20 газ қол гранаталары, тандем травматикалық қаруы, сондай-ақ Форт 500М бытыралық мылтық және басқалары қолданылғанын көрсетеді. Бұл ауыр дене жарақаттарын келтірді, немесе өлімге әкеп соқтырды. Сот талқылаулары барысында ұсынылған және құжаттау барысында жиналған бейне жазбаларда наразылыққа қатысушылар алған ауыр жарақаттар, тері жарақаттары, зақымданған және өтпелі жарақаттар, күш құрылымдарының және жауынгерлік патрондары бар армия қызметкерлері пайдаланған жауынгерлік қару келтіретін дене жарақаттарының түріне сәйкес келетініне ешқандай күмән жоқ. Құжаттандыру нәтижесінде қаңтардағы оқиғалар барысында Алматыда құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге, қалпына келтіруге келесі әскери бөлімдер қатысқаны анықталды. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі академиясы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Алматы облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 6654, 5571, 32-363 әскери бөлімшелері, сондай-ақ 35-ші жеке гвардиялық десанттық шабуыл бригадасы орналастырылды. Қызылордада Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 5547 әскери бөлімшесі, Семей қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 5511 әскери бөлімшесі, Шымкентте Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 6506, 35748 әскери бөлімшелері, Талдықорғанда ұлттық ұланның 5514, 18404 әскери бөлімшелері, Тараз қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның 5513 әскери бөлімшесі және РГК оңтүстік 91678 әскери бөлімшесі, Атырау қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 5546 әскери бөлімшесі, Өскемен қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 5518 әскери бөлімшесі, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның Шығыс өңірлік қолбасшылығы республикалық мемлекеттік мекемесінің 638 әскери бөлімшесі, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 3477 және 6699 әскери бөлімшелері, Ақтөбеде Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 6655 әскери бөлімшесі. Наразылықтар кезінде тәртіп сақшыларына жіберілген қауіпсіздік күштері мен сарбаздарда тиісті дайындық немесе тиісті құрал жабдықтар болған жоқ. Коменданттық сағат кезінде, ол кезде ғана емес, қарулы адамдар жаяу жүргіншілер мен көліктерге негізсіз оқ атқаны туралы ақпарат расталды. 2022 жылғы 8 қаңтарда Талдықорған қаласында әскери жауынгерлер 21-22 сағат аралығында ерлі-зайыпты Нұрболат Сейітқұлов, Алтынай Етаева және олардың 15 жасар қызы Нұрай мініп келе жатқан автокөлікке оқ жаудырды. Үшеуі де сол жерде қайтыс болды. Қайтыс болғандар қонақтан қайтып, коменданттық сағат басталғанға дейін оралуға тырысқан. Олардың ешқайсысы коменданттық сағаттың кешкі 8-ден басталатынын білген жоқ. Өйткені теледидардан оның кешкі 23:00-ден таңғы 7:00-ге дейін екені жарияланған. Осы баяндаманы жазу кезіндегі жағдай бойынша бұл оқиғалардың 95% сол бойы тиісті түрде тексерілмеген, немесе істер тоқтатылған және немесе оларға құпия мәртебесі берілген. Бұл істерге жәбірленушілердің адвокаттары да, жәбірленушілердің өздері де қол жеткізе алмайды.
2022 жылдың 27 қазанында жарияланған рақымшылық осы адам өмірін еріксіз қию жағдайына қатысы бар қауіпсіздік қызметкерлерін қылмыстық жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік берген болуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.